Достар, сіздерге сүйінші хабар жеткізгім келіп тұр. Бұдан былай Visa Travel Consulting компаниясы 500 ғалым бағдарламасы аясында құжаттарды қабылдауды бастады деп біліңіздер. Алайда бірақ бұл бағдарламаға құжат қабылдау 13 қазанда бітіп қояды. Сол үшін біз сол уақытқа дейін сіздерменен хабарласып, шақыртуларыңызды алып беруге үлгеруіміз керек. Егер де тапсырам деуші кісілер болатын болса, ол кісілерге мынандай талаптар қойылады. Соңғы 12 ай университет қабырғасында жұмыс істейтін кісілер болатын болса, сабақ беруші мамандар, әсіресе ғалымдар, және ол кісілердің кемінде бір публикациясы болса, бұл Scopus'та немесе VAC-та деген сияқты бір публикациялар болса, сол кісілерді біз жаңағыдай кандидат ретінде қарастырып, сол кісілерге ары қарай көмектесе аламыз. Университеттерден шақырту алып беріп, ары қарай болашаққа тапсыртқызып, іріктеу процестерінен өтуге көмектесіп, одан кейін егер де стипендиат атанып жататын жағдай болатын болса, визасын толыққанды жасап беру жұмыстарын қолға ала аламыз. Бұл визасын жасау деген кезде кандидаттың өзіне ғана емес, бүкіл отбасы мүшелеріне жасап беріп, аман-есен Америкаға тағылымдамаға келуге мүмкіншілік жасап бере аламыз. Бұл арада сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Болашақ бағдарламасының негізінде, яғни 500 ғалым болмасам да тағылымдамаға тапсыра алам ба десеңіз, иә, тапсыра аласыз, бірақ 2024-тің қаңтарында басталатын болашақтың іріктеу процестерінде біз өткізе аламыз. Өйткені биыл 2023-ке құжат қабылдау жұмыстарының барлығы 15 қыркүйекте бітіп қойды, достар. Сол үшін хабарыңыз болсын. Алайда тағылымдамаға тапсырам, мен қазірден дайындала берем деуші бүкіл кандидаттардың барлықтарының құжаттарын алып, ол кісілерді дайындауға біз әзірміз. Командамыз әзір, мен тапсырманы бердім, ол кісілер сақадай сай отыр, хабарласам, сөйлесем, мен ақпарат білгім келеді, мен де өзімнің кандидатурамды ұсынғым келеді деуші болсаңыз, төмендегі номерге хабарласыңыз, мен сториске шығарып, свайппенен өтетін, заявка тастайтын жерлерде қойып қоям сайттарды. Сол жерге хабарлассаңыздар, міндетті түрде өзіңізге керекті ақпаратты аласыздар. Осы видеоны бүкіл университетте жұмыс істейтін таныс тамырларыңызға таратыңыздар. Егер де шақырту алып беру жұмыстарын жасау керек болса, болашаққа тапсырып беріп іріктеу процесінен өтуге көмектессе, ол жерде көп құжаттар бар, жасайтын, білу керек нәрселер бар. Қала берді стипендиат атанған соң болашақпен келісімшарт жасасу процестері, одан кейін визасын жасау жұмыстарының барлықтарын біз өзіміздің жауапкершілігімізге аламыз. Тапсырам деуші кандидаттардың барлықтарын күтеміз. Келіңіздер, хабарласыңыздар, біз сіздерменен жұмыс істеуге әзірміз, достар. Бұл ақтүйенің қарны жарылған күн деп біліңіздер, себебі біз үшін де үлкен бір жаңалық, сіздермен қуана-қуана бөлісіп жатырмын. Осы ақпарат жан-жаққа қарай тараса екен деген ниетім бар, достар. Назарларыңызға рахмет, хабарласыңыздар, төмендегі номерде менің әріптестерім сіздердің хаттарыңызды күтетін болады. Комментарийға да өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса жаза берсеңіздер, мен қуана-қуана жауап беремін, достар. Сау, сәлемет болыңыздар.